Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 100 көлемінде ауызша қосу және азайту. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ондықтан аттап өту арқылы екі таңбалы сандарды ауызша қосуды және азайтуды үйрену. Нөмірі 1 мысал. Қай топ тапсырманы бірінші болып орындағанын анықта. Ол үшін әр топ есептеген мысалдардың нәтижесін қос. Жауабы артық шыққан топ жеңімпаз болады. Берілген өрнектердің мәндерінің қосындысын табайық. Қай топтың жауабы артық шықса, сол топ жеңімпаз болады. 30 қосылған 50. Бұл жерде тек қана ондықтарды қосамыз, 3 пен 5-ті қосамыз. Сонда тең болады қанша балар? 80, Яғни 3 пен 5-тің қосындысы 8-ге тең. Келесі. 80 қосылған 15. Тек қана ондықтарды қосамыз. Сонда жауабы 95 болады, Енді 95 қосылған 2. Бұл жерде біз тек қана бірліктерді қосамыз. Сонда жауабы қанша болады? 97. Бұл топта 97 шықты. Екінші топтықын қарастырайық. 16 қосылған 4. Бірліктерді қосамыз. Бұл жерде 10 шығады, Сосын енді ондықтарды қосамыз. 10-ға 10-ды қоссақ, тең болады 20. Ары қарай 20 қосылған 30. Тек қана ондықтарды қосамыз. Тең болады 50. Келесі 50 қосылған 50. Ондықтарды қосамыз. 10 болады, Сонда жауабы қанша? 100. Бұл екінші топта 100 шықты. Сонда жеңімпаз екінші топ болды, Өйткені жауабы бірінші топтан қарағанда артық. Нөмірі 2 мысал. Сен бір таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы қосуды және азайтуды білесің. Тәсілдердің біреуін таңдап, қалай тиімді есептеуге болатынын түсіндір. Бізге 3 ондық және 7 бірлік берілген, яғни 37 саны. Оған қанша бірлік қосылған балар? 7 бірлік. Енді қазір осы қосуды өрнек түрінде қарастырайық. Бірінші тәсіл. 37 мен 7-нің қосындысын орындаймыз. Бізге мына бірінші қосылғышты толық ондыққа айналдыру керек. Ол үшін не істеймін? Оған 3-ті қосамын. Яғни 7-ні 3 пен 4-тің қосындысына жіктеймін, Енді не істейміз? 37-ге 3-ті қосамыз да, мына қалған бірлікті қосамыз. 4. Жақшаның ішінде 40 болды. Жауабы 44. Екінші тәсілде керісінше бірінші қосылғышты разрядты қосылғыштарға жіктеп алып, бірліктерді қосамыз. Яғни былай, Жақшаның ішінде 14 шығады. 30-ға 14-ті қоссақ, 44. Бізде 44 берілген, 44. Осы 44-тен қазір мына 7 бірлікті алып тастаймыз. Бірінші тәсіл қарастырайық. Не істейміз? Азайғышты толық
ондыққа дейін азайтамыз. Яғни ол үшін 7-ні 4 пен 3-тің қосындысы түрінде келтіріп аламыз. 44-тен 4-ті азайтамыз. Сосын мына қалған бірлікті азайтамыз. 44-тен 4-ті алсақ 40, 40-тан 3-ті азайтамыз, 37. Екінші тәсілді қарастырайық. Бұл жерде не істейміз? Азайғышты 30 және 14 қосылғыштарына жіктейміз. Содан кейін мына 14 пен 7-нің айырмасын орындаймыз. Яғни 30 қосылған 14 пен 7-нің айырмасы. 14-тен 7-ні алсақ 7, 30-ға 7-ні қоссақ 37. 3 ондық 7 бірлік, яғни 37 берілген. Енді 37-ге қанша? 7 бірлікті қосамыз. Қосуды орындаған кезде ең бірінші мына 3 бірлікті бірінші қосып аламыз. Сонда бізде қанша шықты енді? 37 емес 40, Яғни міне 4 ондық шықты, 1, 2, 3, 4, 40. Және қалған мына 4 бірлікті қосамыз. Сонда бізде 44 шығады. Яғни бізге бірінші тәсіл ыңғайлы. Яғни бірінші қосылғышты ондыққа дейін толтырып алып, сосын қалған бірлікті қосу. Енді бізде екіншісінде 44 берілген. 44-тен ең бірінші мына 4 бірлікті алып тастаймыз. Сонда бізде қанша қалды? 4 ондық. Яғни 1, 2, 3, 4, 4 ондық қалды, 40. Енді осы 40-тан мына 3 бірлікті де алып тастаймыз. Сонда енді қанша қалды? 37. Яғни азайтуды да бірінші тәсіл бізге тиімді болады. Нөмірі 3-ші мысал есептеп жаттығындар. 28 бен 8-нің қосындысын орындайық. Яғни бірінші қосылғышты осы 28-ге ең жақын толық ондыққа дейін толтырып аламыз. Ол қанша? 30. Яғни 8-ді 2 және 6 қосылғыштарына жіктеп аламыз. Яғни 28-ге 2-ні қосамыз. Сосын мына қалған бірлікті қосамыз. 28 бен 2-нің қосындысы 30-ға тең. 30-ға 6-ны қосамыз, тең болады 36. Келесі. 56 сантиметр қосылған 8 сантиметр. Дәл солай бірінші қосылғышты толық ондыққа дейін толтырып аламыз. Ол үшін 8-ді 4 және 4 деген қосылғыштарға жіктеп аламыз. 56-ға 4-ті қосып алайық. Сосын мына қалған бірлікті. 56-ға 4-ті қосақ 60, 60-қа 4-ті қосамыз, тең болады 64. Тағы біреуін көрейік. 34 қосылған 9. 34-ті толық ондыққа дейін жеткізіп аламыз. Ол үшін 9-ды 6 және 3 сандарына жіктейміз. Неге осы сандарды таңдадық? Өйткені мына 34 пен 6-ның қосындысы қанша шығу керек? Толық ондық шығу керек. Осы 34-ке ең жақын. Сондықтан 6 және 3 деп жіктеп алдық. Енді 34 қосылған 6, қалған бірлікті қосамыз. 34 пен 6-ның қосындысы 40-қа тең. 40-қа 3-ті қосамыз, тең болады 43. Тағы біреуін орындап көрейік. 9 дециметр қосылған 5 дециметр. 9-ды 10-ға дейін толтырып аламыз. Ол үшін 5-ті 1 және 4 түрінде келтіріп аламыз. Жақшаның ішінде 9 бен 1-дің қосындысына 4-ті қосамыз. 10 қосылған 4 тең болады 14. Нөмірі 4-ші мысал досыңа қалай есептеуге болатынын түсіндір. 45 пен 20-ның қосындысын қарастырайық. Бұл жерде біз не істейміз?
екінші қосылғыш толық ондық болғандықтан біз тек қана ондықтарды қосамыз, иә? Ондықтарды ондықтарға, яғни бұл жерде біз ондықтан аттамай қосамыз, ауызша қосамыз. Сонда 4 пен 2-нің қосындысы 6 және 65 болады сонда. Екіншісін қарастырайық. Бұл жерде де дәл солай. Бұл бізде толық ондық, яғни бұл дегенім бізде 0 бірлік, е? Сондықтан біз тек қана ондықтарды азайтамыз. 6-тан 2-ні азайтамыз 4, сосын бірлігін жазамыз. Тең болады 42. 65 қосылған 7. Бұл жерде енді қалай? Біз ондықтан аттап ауызша қосуымыз керек. Енді ол үшін не істейміз? Бірінші қосылғышты толық ондыққа дейін толтырып аламыз. Ол үшін 7-ні 5 және 2 түрінде келтіріп аламыз. 65-ке 5-ті қосамыз 70 және 2 бар 72. Келесі. 42 алынған 7. Азайғышты толық ондыққа дейін жеткізіп аламыз. Ол үшін 7-ні 2 және 5 түрінде келтіріп аламыз. 42-ден 2-ні азайтамыз. 40, 40-тан 5-ті азайтамыз. 35. Нөмірі 5-ші мысал есепті шығарып. Балалар саяхатқа 2 автобуспен барды. Яғни бірінші автобус, бұл екінші автобус. Бірінші автобуста 25 бала. Яғни бірінші автобуста 25 бала. Ал екіншісінде біріншіге қарағанда 15 бала артық. Яғни екінші автобуста қанша бала саяхатқа бара жатқан белгісіз, бірақ біріншісіне қарағанда қаншаға артық дейді? 15-ке артық. Енді екінші автобуспен қанша бала саяхатқа барды? Есептің шартын жазайық. Есеп бізде не туралы? Яғни саяхатқа бара жатқан балалар туралы, е? Бізде 2 автобус бар, бірінші және екінші автобус. Бірінші автобуста қанша бала бара жатқаны белгілі, е? 25 бала. Жазып алайық. Бірінші автобуста 25 бала. Екінші автобуста қанша бала екені белгісіз. Бірақ біріншісіне қарағанда 15-ке артық. Енді есептің шарты бойынша бізге нені табу керек? Екінші автобуста қанша бала саяхатқа бара жатқанын табу керек. Қалай табамыз балалар? Артық деген сөз нені білдіреді? Қосу амалын қолдану керек екенін білдіреді. Ендеше не істейміз? Екінші автобуста қанша бала бар екенін білу үшін 25-ке 15-ті қосамыз. Не істейміз балалар? Бірлікті бірлікке, ондықты ондыққа қосамыз, е? 5-ті 5-ке қосамыз 10. 2-ні 1-ге қосамыз 3, яғни 30, е? Енді бізде бірліктеріміз ондыққа айналып кетті. Яғни 10-ы да мына ондыққа қосамыз. Яғни 10-ды 30-ға қосамыз. Сонда шығады 40. Жауабы екінші автобуста қанша бала? 40 бала. Бірінші автобуста бізде қанша балалар болып еді? 25 бала, е? Екінші автобуста қанша бала? Екінші автобуста 40 бала болған. Енді есептің сұрағы қандай? Бірінші автобуста балалар саны екінші автобусқа қарағанда қаншаға кем дейді? Оны табу үшін не істейміз балалар? Азайту амалын пайдаланамыз, е? Енді есептің шартын өздерін жазып, шешуіме жауабын табыңдар.
Нөмірі 6 мысал, есептер бойынша өрнектер құрастырып, оларды шығар. Хайуанаттар бағына 1 сыныптан 35 оқушы, ал оларға қарағанда 2 сыныптан 15 оқушы кем келді. Енді осы сөйлем арқылы біз сызба сызып алайық. Бізде 2 сынып бар. Бірінші сынып, бұл 2 сынып. 1 сыныпта бізде қанша оқушы келді? 35 оқушы келген белгілі. 2 сыныптікі белгілі ме? Белгілі емес. Яғни 1 сыныптан қарағанда 15 оқушы, яғни 15-ке кем. Хайуанаттар бағына 2 сыныптан қанша оқушы келді? Яғни бізге мына 2 сыныпта мына оқушылар санын табу керек. Табу үшін не істейміз? Егерде кем десе, азайту амалын пайдаланамыз. Енді осы сызба бойынша енді өрнек құрастырайық. Яғни 35-тен 15-ті азайтамыз. Яғни бірліктен бірлікті, ондықтан ондықты азайтамыз. Сонда қанша шығады? 20 шығады. Балалар, бүгінгі сабағымыз пайдалы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңдар.